Сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге осындай дәмді болып шығатын өте пайдалы жасымық сорпасын дайындайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қараңыз. Ең алдымен қазанымызға сұйық май құямыз. Құрамына керекті заттарды төменгі описанияға жазып қалдырамын. Сұйық майды құйған соң үстіне пиязды турап саламыз. Пиязды жақсылап қуырып, сарғайғанша қуыратын боламыз. Одан кейін сәбіз салып қуырамыз. Жасалу жолы өте оңай, өте дәмді болып шығады. Енді картопымызды, туралған картопымызды салып, үстіне жарты қасық томатный пастамыз салып қуырамыз. Жақсылап қуырып алып, алдын ала жасымықты жуып тазалап, осы қуырып жатқан массамыздың үстіне салып араластырамыз. Одан кейін судың орнына мен қайнатылған сүйек сорпасын құятын боламын. Сүйек қайнаған сорпаны. Негізі сорпа болмаса суды құйсаңыздар болады. Ет қайнаған сорпамен дайындалған жасымық сорпасы өте дәмді болып шығады. Тура осы рецептпен жасасаңыздар өте дәмді болып шығады. Сорпамызды құйған соң енді қазанымызды орташа отқа қойып қайнататын боламыз. Барлығы піскенше қайнататын боламыз. Біздің чечевица жасымық сорпамыз қайнап жатыр. Енді дайын болғанша пісіріп аламыз. Біздің сорпамыз дайын болды. Енді осы сорпамыздың үстіне суы қатты тартылып кетсе, қайнаған су құйсаңыздар болады. Мен азғандай мөлшерде қайнаған су құйып, бір қайнатып, бір 5 минуттай қайнатып, дайындап алдым. Енді қазанымызды алып, бөлек ыдысқа құйып алатын боламыз. Бөлек құйып алған соң, енді бұны блендермен езіп аламыз. Сонымен қатар менің каналымның алға қарай жылжуына өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Видео ұнаса, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Біздің жасымық сорпамыз дайын. Баршаңызға ас болсын.